Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ыстық тағамның түрі французша ет тағамы деп аталатын керемет тағамның рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз ең алдымен протеинді жақсылап майлап аламыз. Менде антипригарный протеин, ал егер ондай жоқ болса, онда кәдімгі табаны алып істесеңіздер болады, бірақ ол табаны жақсылап маймен жағуларыңыз қажет. Енді біз протеинге дөңгелектеп туралған картошканы саламыз. Картошканың қалыңдығы жұқа болу қажет. Ал егер сіздер қалың турайтын болсаңыздар, онда ол піспей қалады. Сондықтан жұқа қылып тураймыз. Міне видеода көрсетілгендей барлық жеріне жайып шығамыз. Арасы міне осылай ашық тұрады, бірақ та ол ештеңе етпейді. Енді бетіне біз майонез себеміз. Салфанға салынған майонезді жақсылап жағып шығамыз және оны силиконды щетканың көмегімен барлық картошкаға жағып шығамыз. Міне жағып болдым. Енді оның үстіне тартылған ет саламыз. Тартылған етті сіздер тұз бен бұрыш қосып, жақсылап дәміне қарай дайындап қоямыз және картошканың бетіне саламыз. Біздің тартылған етті сіздер қолмен салсаңыздар да болады, немесе қасықтың көмегімен осылай істесеңіздер де болады. Ешқандай жер ашық қалмауы қажет. Барлық жерге толықтай жайып шығамыз. Енді тартылған еттің үстіне ұсақтап туралған пияз қосамыз. Пиязды қалауыңызша тартылған етпен бірге араластырып салсаңыз да болады. Ол өз қалауыңыз. Енді біз оның үстіне майонез себеміз. Майонезді қалауыңызша көп салуға да болады. Келесі, енді картошка саламыз. Картошканы дөңгелектеп етіп туралған күйінде саламыз. Ол жұқа болу қажет. Міне осылай салып болдым. Міне арасы осылай ашық тұрады. Енді оның үстіне біз шым-шым тұз себеміз. Әрбір бөлікке сіздер тұз себіп отырғаныңыз қажет. Енді оның үстіне қазір майонез жағып, біз үстіне дөңгелектеп туралған помидорды салып, оның үстіне тағы да майонез жағуларыңыз қажет. Мен міне 170-180 градуста 30-40 минуттай пісіріп алдым. Енді менде пісуге бір 5 минут қалған кезде мен пештен шығардым және оның үстіне ірімшік қостым. Ірімшікті мен оның үстіне видеода көрсетілгендей ірімшікті өткіштен өткізіп барып салдым. Менің отбасым ірімшікті қатты ұнатпайтындықтан мен ірімшікті аз қостым. Ал егер өз қалауыңызша көп қосуға да болады. Енді оны 170-180 градуста 5 минутта пісіріп аламыз. Көрдіңіздер ме? Менде толықтай пісіп шықты. Өте жұмсақ, керемет болды. Көрсетейін сіздерге. Жұмсақ болды. Міне барлық жер пісті. Картошка, міне тартылған еттің барлығы пісті. Қазір мен сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Міне мен бөлдім. Тарелкаға салдым. Көрдіңіздер ме? Керемет болып шықты. Барлық жер толықтай пісті. Бұл менің ең сүйікті тағамдардың бірі десем де болады. Ай сайын, тіпті апта сайын жасаймын. Қонақтар келген кезде ең оңай дайындалатын тағамның бірі ретінде санаймын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте
керемет болып шықты. Шынын айтқан кезде міне барлық жер толықтай пісті. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Әрбір ханшайымның қолынан келетін ең оңай тағамның бірі ретінде саналады. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.